Эрик Тастанбеков Брокпен екі қояндатты. Ғалымжан Молданазар шағын концерт барысында есінен танып қала жаздады. Уитни Хьюстонның қызы ауыр халде ауруханаға жеткізілді. Қазақстан аруы 2014 байқауының жеңімпазы Регина Вандышеваның шынайы келбеті қандай? Сәлем достар, аты жөнім Нұрсұлтан Есжан, жұлдызды жаңалықтармен таныс болыңыздар. Қазақ шоу-бизнесінің тарихында тұңғыш рет продюсерлер бас қосып, ортақ шығармашылық құруды ойластырды. Бұл іскерлік кештің нәтижесінде эстрадаға үлкен өзгеріс енуі мүмкін. Отандық азулы продюсерлердің атқарар ортақ ісі қандай болмақ? Тілшіміз Әдемі Сейфулла бұл жабық кештің жалғыз куәгері болды. Отандық шоу-бизнестің тісқаққан продюсерлерінің басын қосу Эрик Тастанбековтың идеясы. Ол ойын туған күнде жүзеге асыруды жөн санапты. Иә, кештің басты кейіпкері де Эрик мырза. Елудің екеуіне келген продюсер дәл осы әрекетімен екі қоянда бір оқпен атқысы келген сында. Артистов очень много. Продюсерлердің басын қосқан себебім іскерлік кездесу ұйымдастырғым келді. Әртістер көп, олардың арасында шақырылмай қалғандары болса, маған соңынан ренжуі мүмкін. Мен бұл қылығымды мынадай қалжыңмен де түсіндірер едім. Продюсерлерді жинау арзан әрі тиімді. Шутка, да, что продюсеров собрать дешевле и гораздо эффективнее. Эриктің ойын өзге әріптестері де бірден құптаған. Бұл туған күн мерекесіне қарағанда іскерлік кешкі асқа көбірек ұқсайтын жиынның нәтижесі шоу-бизнестің дамуына үлкен үлесін қосуы мүмкін дейді олар. Жай емес шығар бүгін жиналғанымыз. Осындай жиналыстарда жай өзіміз ғана жиналып қалған кезде бір мәселелер шешіліп, бір жаңалықтар алып келетіндей жағдайға жетеміз негізі. Алтынбек Рахметов мырза өнер көшіне қосуға бір әншіні баптап отырғанын жеткізсе, Баян Есентаева Үндістанға аттанғалы жатқанын айтты. Будем снимать 4 клипа. Біз 4 бірдей бейнебаян түсіретін боламыз. Сол мақсатта 10 күнге шетелге жол жүргелі отырмыз. Бұл клиптердің екеуі кешеудің жаңа құрамына тиесілі. Одан соң Ерке Есмахан үшін және біреуі Камшат Жолдыбаеваның бейнебаяны болады. И для Камшат Жолдыбаева видео. Баян ханым продюсерлердің талқысына салу мақсатында өзімен бірге Ерке Есмаханды да ертіп келген екен. Шығармашылығы біраз уақытқа тоқтап қалған ару ән айту стилін өзгертіп жатқанға ұқсайды. Бір жаңаша өзіме бір қызық ән жазып халыққа ұсынғалы отырмыз бейнебаянмен. Маңызды кездесуге Гүлвира Илахунова кешігіп жетті. Есентаева сынды жобаларының бірін емес ұлын ертіп келуді жөн санаған Илахунова ханым соңынан бұл ісіне өкініп қалды. Это вот сын мне мой мешает, как обычно. Хочу поздравить Эрика. Руми, нельзя так делать, балам. Руми, видишь, снимай телевизор, все завтра по телевизору покажут. Все будут смеяться над тобой. Давай. Ну, надо мной тоже, что такого сына воспитал. Баласымен алысып отырып Гүлвира ақыры өз ойын жеткізді. Мен продюсерлердің жиналысы болады дегенге қуанып қалдым. Бұл жалғасын табатын жақсы үрдіс болады деген сенімдемін. Бұл кеште тағы бір танымал продюсер Алуа Қонарова төбе көрсетпеді. Соңынан белгілі болғаны Алуа Рингосын алып Дубайға ән сапарлатып кеткен екен. Эрик мырзаның айтуынша бұл продюсерлердің бас қосуы әлі де жалғасын табатын көрінеді. Сол кештерден Алуаны да көреміз деген үміт бар. Әріптестермен бас қосып түрлі мәселелерді талқылайтын боламыз. Бірі ұсынысын айтса, енді бірі шеше алмай жүрген мәселесімен бөліседі деген сында. Соның бәрін бірлесе отырып талқылайтын боламыз. Алпауыт жобаларды жүзеге асырып үлгерген жандар мұндай үрдісті енді қай продюсердің туған күнінде жалғастырар екен. Мұны уақыт еншісінде қалдырайық. Ал біз бұл жабық кештің куәгері болған жалғыз арна екенімізді ескерсек, болашақтағы бас қосулардан эксклюзивті кадрлар күтіңіздер дегіміз келеді. Әдемі Сейфулла, Богдан Азаров, ревю жаңалықтары. Алматыдағы мейрамханалардың бірінде акустикалық концерт берген Ғалымжан Молданазар есінен танып қала жаздады. Себебі ол өзінің тың концерт үшін тым тар ғимарат таңдаған. Концертті тамашалаған жұртшылық қарасының мол болуы хипстерді ыңғайсыз жағдайда қалдырды. Ғалымжан Молданазар, Алим Заиров және диджей Мирха қосылып сынған акустикалық концерт небәрі бір-ақ сағатқа созылды. Бірақ сол аз уақыт аралығында Ғалымжан ән айтуын бірнеше рет тоқтатып, далаға шығып қайтуға мәжбүр болды. Біз әлі осы жердеміз, біз таза жетіп келдік. Очередь, товарищи, очередь. 5 минутқа можно шығып келуге. Орынның кішкентайына байланысты адам туып, шынымды айтсам ешқандай дауыс естілмейді. Концерт барысында түрлі техникалық кемшіліктер де орын алды. Мұны өнер иелері дайындықтың аздығымен түсіндіреді. Сол себепті де импровизацияға көбірек жол берілді.
техникалық ақауларға байланысты өнердегі досым Әлім Заиров және Мирхат үшеуміз кішігірім эксперимент жасадық осындай. Тар ғимаратта қысылып қымтырылып тұрып сүйікті әншілерінің өнерін тамашалаған көрермен қауымға бұл олқылықтың бірі де әсер етпеген сында. Бұл концерт емес, жай достар жиналған сияқты болды. Сол жер ұнады. Осындай форматта болған жақсы сияқты. Көп адам, бірақ кішкентай неге. Ғалымжанның әнін тыңдағысы келетін жандар Ресейде де көп болып шықты. Мұны әншінің тағы бір жанкүйері актриса Ася Оспанова айтып берді. Вот сегодня я увидел клип, и я считаю, менің Мәскеуде клипмейкерлерді оқытатын студиясы бар, танысым тұрады. Бір күні маған келіп, білесің бе, мен бүгін бір бейне баянды көрдім. Дәл сол дүниені заманауи клиптің эталоны деп атауымызға болады. Шәкірттеріме клипті дәл осылай түсіру керек деп үлгі ретінде көрсеттім деді. Бұл Ғалымжан Молданазардың клипі болады. Бейне баяндарын ғаламторға ғана жүктеп, телеарналарға ротацияға бермейтін Ғалымжан сол туындыларын түсіруге де қаражатын шығындамайды. Есесіне үлкен сахналардан да оны көрмейміз. Оның белгілі бір аудиториясы ғана қалыптасқан. Отандық танымал өнер иелеріне тән емес бұл жағдайды Ғалымжан былай түсіндірді. Сазгермін деп айта аламын, мен әншімін деп айта алмаймын. Әнші болу үшін әлі көп жұмыс жасау керек. Сол себептен көп дайындық керек, онда үлкен концерт жасау үшін. Үлкен залда отырған адамдардың алдында ән айту мен үшін үлкен қорқыныш. Әзір дайын емеспін. Қазақ эстрадасындағы хипстер деген атауға ие болған Ғалымжан ерекше үн таспасын да әзірлеп жатқан көрінеді. Ән жинақ жұмысының жартысынан көбісі әзірленіп қойған. Тұсауын көктемде кесемін деп жоспарлап отыр. Әдемі Сейфулла, Никита Хасанов, ревю жаңалықтары. Уитни Хьюстонның жалғыз мұрагері қызы Бобби Кристина Браун өз үйінің жуынатын бөлмесінде ессіз күйінде табылды. Кристинаның ес-түссіз жатқан кейпін байқаған күйеуі Ник Гордон жедел жәрдем шақыртып үлгерген. 21 жасар қыздың ауыр халге түсуіне қандай себеп болғанын тілшіміз Айжан Бағланның бейнесюжетінен біле аласыздар. Бобби Кристина Браун небәрі 21 жаста. 2012 жылы анасынан айырылған қыздың қайғысы әлі қайтпаған дейді туыстары. Айта кететіні, анасы Уитни Хьюстонда соңғы рет жуынатын бөлмесінде ес-түссіз жатқан жерінде табылған болатын. Ұзын құлаққа сенсек, Бобби Кристина Браун анасының өлімінен кейін есірткіге әуесқойлық танытқан. Бірақ ақ халаттылар Кристинаның душар болған халіне ешқандай нашақорлық пен алкогольдің қатысы жоқ дейді. Қазір ол Розуэлл қаласының ауруханасында жасанды комада жатыр. Жақында ғана 34 жасын тойлаған Джастин Тимберлейк өзінің ең бағалы сыйлық күтіп жүргенін жария етті. Ол Инстаграм парақшасына мынандай сурет жүктеп, биыл өзінің ең қымбат сыйлыққа қол жеткізетінін қуанта айтқан. Айта кететіні, Джастин осы уақытқа дейін жеке өміріне қатысты ешбір мәліметті растамай келді. Блогерлерге сенсек, Джессика қыз күтіп жүр екен. Атышулы «Игра престолов» фильмінің 5-ші бөлімі жарық көрмек. 12 сәуірде тұсауы кесілетін көптен күткен кинокартинаның трейлері шықты. 2 минуттық үзіндіден киноның оқиға желісін ұғып жүргендер де бар. Мәселен, трейлерге қарап мезенецтің Сан Старкпен бірлесіп кек қайтарудың жолын ойластыратын байқауға болады. Ал Джорах Мормонт махаббатты Дейенерис Таргариен үшін гладиаторлар алаңында күш сынасады. Маргарет Ирил және король Томмен үйлену тойын жасайтын көрінеді. Жанкүйерлерді ең көп алаңдататыны Джон Сноудың тағдыры. Кітап желісі бойынша оның тағдыры жақсылықпен жарыса, сценаристер оны біраз айдауға салмақшы. Кітаптың түп нұсқасын өзгеріске ұшыратқан фильм түсірушілер көрерменге не қызықты боларын автордан жақсы білетін көрінеді. Айжан Бағлан, ревю жаңалықтары. Өткен жылғы Қазақстан ару байқауының жеңімпазы Регина Вандышеваның аталмыш сайыстан кейінгі өмірі біраз өзгерістерге толы болса керек. Оның анық-қанығын білу үшін біздің тілшілер Регинаның үйіне арнайы қонаққа барып, барлық мән-жайды біліп қайтқан болатын. Былтырғы жылы Қазақстан аруы байқауында 100-ден жүйрік шығып, талай қарсыластарын шаң қаптырған алматылық Регина Вандышеваның өмірі біраз жанкүйерлердің қызығушылығын арттырып отыр. Қазіргі таңда Регинаның аталмыш сайыстан кейінгі өмірімен хабардар ету үшін арудың үйіне қонаққа бардық. Регинаның сөзіне сенсек, оның өмірі Қазақстан аруы байқауынан кейін күрт өзгерген екен. Нақтырақ айтсақ, жанкүйерлердің саны күн санап өскен көрінеді. Бірақ Регина туа бітті қарапайымдылығынан танбаған. Ол қазіргі таңда кезекті әлем аруына дайындалып жатқанын жеткізді. Подготовка, с английского надо. Ең әуелі ағылшын тілін меңгеруден бастағанды жөн деп шештім. Мектеп қабырғасында ағылшын тілін оқығаныммен қазір практика жүзінде қайталаған жөн. Және сөздік қорды да дамыту керек. Сонымен қатар қазақ тілінде жақсылап меңгеруге тырысып жатырмын. Сондай Қазақстан аруы байқауының
жеңімпазы соңғы айларда біраз салмақ жинап алғанды жасырмады. Жаңа жылдан кейін және соңғы жеңісімнен кейін кішкене өзіме демалыс жарияладым. Қаңтар айы сондай бір уақытқа сәйкес келіп тұр. Бірақ сол олқылықтың бәрін орнына келтіретініме сенімдімін. Регинаның бұл сөзінен соңғы кездер ас үйден жиі табылатынын аңғаруға болады. Бір байқағанымыз ару үй шаруасына өте икемді екен. Соның ішінде ыдыс-аяқ жуғанды жаны қалайтын көрінеді. Құрбыларымның үйіне барғанда ыдыс-аяқ жуамын. Сол кезде олар мені суретке түсіріп, көріңіздер, Қазақстан аруы менің ыдыс-аяғымды жуып жатыр. Әлеуметтік желіге саламын деп қалжыңдайды. Ол алдағы уақытта еліміздің атын әлем аруында паш етуге бар күшімді саламын деп отыр. Серік Қазаязбаев, Дәурен Мерғалиев, ревью жаңалықтары. Алматылықтар жаппай көліктерін велосипедке айырбастап жатыр. Шымкенттіктер жайлы фильм түсірілді. Әнші Әсел Қарсыбаеваның алғашқы альбомы ұстазының көңілінен шықпады. Бір сөйлемнің құдіреті. Сергей Зверевтің шәкірті Қазақстанда. Салауатты өмір салтын қолдаушылар барлық алматылықтарға көліктен түсіп, велосипедке отыруға кеңес беруде. Ару қалада, тіпті еліміздің барлық аймақтарында аязды күндердің басталғанын ескерсек, шайтанарбаға отыру қаншалықты қауіпсіз. Бұл бастаманың артықшылықтары мен кемшіліктері қандай? Мұның бәрін тілшіміз Әдем Сейфулла анықтап қайтты. Велосипедпен жұмысқа бару акциясы әлем мегаполистерінде зор қолдауға ие болды. ақш, Франция, Жапония, Ұлыбритания, Қытай сынды алпауыт мемлекеттерді мекен еткен халықтардың дені спорт пен пайдалы істі тоғыстыруды бірден қолға алып, бұл бастама жаппай жұртшылықтың назарын өзіне бірден аударды. Ал алматылық еріктілер ару қала тұрғындарын шайтанарбаға отырғыза алмай жүргенін айтуда. Тек спортқа берілген жандар болмаса, Алматы көшелерінен велосипедпен жүрген жандарды кезіктіру мүмкін емес. Мұны мамандар аязды күндермен байланыстырады. Я бы все-таки не советовал кататься. Мұндай аязды күндері мен велосипедпен жүруге кеңес бермес едім. Денсаулығыңды құртып алуың ғажап емес. Егер екі аяқты құралмен дос болғыңыз келсе, оның майын тексеріп алу керек. Күн суықта ол қатып қалады. Других устойчивых видов транспорта. Жұртшылықтың жаппай велосипедке қызығушылық танытпай отыруына тағы бір себеп бар. Ол Алматы көшелерінің төртеуінде ғана шайтанарбаға арналған жолдың болуы. Думан Қаппасов мырзаның ойынша велоспортты дамыту үшін мемлекеттен жол салуға көмек сұрау қажет. Работать с государством, просить у государства. Мемлекет адамдарға жағдай жасау үшін оған сұраныс болу керек. Ал сұраныс тек велоспортқа қызығушылар саны артқан кезде ғана орындалады. Я не буду кататься. Алматыда шайтанарбаны жалға беретін арнайы орында ашылған болатын. Бірақ біздің бақылауымызша мұнда келіп велосипедті жалға алған жандар көптен бері болмаған. Сейчас просто немножко маловато, потому что Қыс ауасында велосипедке сұраныс мүлдем жоқ. Тек күн жылынып қар еріген соң шайтанарбаға отырушылар саны артатын болады. просто такого большого нет, как, например, наплыва весной. Жаппай көліктен түсіп велосипедке отыруға шақырған еріктілердің бастамасын алматылық тұрғындар қолдамайтын болып шықты. Қыста деген әрине қолайсыз, бұндай қыста деген теуге болмайды ғой енді. Жалпы негізі велосипедпен жүрген дұрыс сияқты, әрине қалалық жерлерде. Бір байқағанымыз ару қала тұрғындары әзірге велосипедке отыруға дайын емес екен. Ол үшін көктем айлары келуі қажет. Әдем Сейфулла, Ерлан Абдулиев, Ғани Қалу, ревью жаңалықтары. Шымкент десе, елең етпейтін ел жоқ болса керек. Оған дәлел шырайлы Шымқаланың тұрғындарына арналған толық метражды фильмнің таспалануы. Туынды авторларының айтуынша, комедия жанрында түсірілген киноның астарында ұшқырлы ой жатыр екен. Толығырақ шымкенттіктер жайлы алғаш фильм түсірген режиссердің сұхбатынан біле аласыздар. Вот только они не могут в ней уместиться. Шымкентские. Шымкенттік деп аласыра қашатын халықты әзілмен әрлеген фильм режиссері тақырыптың тақыр жерден шықпағанын бірден айтты. Шымкенттің қолдарына оларды білмей жатып, басқа жақтың тұрғындары қыздарын беруге қорқады. Шынында енді өздері білмейді не үшін екенін. Жаңағыдай өтірік жалған легендаларды ойлап тауып алған аңыздарды. Әзілге толы кинокартинаның оқиға желісі шынайы өмірмен сабақтасып жатыр. Бірақ шындықпен жанаспайтын бір тұсы бар. Ол қалың қазақ ұйысқан оңтүстік өңірі туралы алғашқы фильмнің орыс тілінде таспалануы. Ол Қазақстанның барлық тумалары көрсін деген ойда түсірдік. Өйткені Қазақстан 60-70% жақсы орыс тілін біледі, кейбіреулер жақсы қазақ тілін білген соң, осы фильмді біз орыс тілде түсіре бастадық. Шымкенттіктер десе елең ете қалатын халық мұндай картинаны бірден әзілмен қабылдайтыны сөзсіз. Ал Шымкентский, Техас деген есімдерге құлағы үйренген жұлдыздар қатары бұған қандай пікір айтар екен? Комедиялық тұрғыда өте қызық кино сияқты. Әзілдерде жаңа бір келтірген мысалдарда қызық сияқты болып тұр енді.
толық көргеннен кейін көріп, сол кезде баға бере жататын шығармыз. Қазір ұнап тұр. Ұттымды әзілі мен ұшқыр ойларын оймақтаған жас талант иелерінің жұмысы көпшілік алдына көктемде шықпақ. Ал әзірге трейлеріне қарық болып жүрген халық оны ұялы телефондарына жарыса көшіруде. А ты случайно не шымкентский? Да, я шымкентский. Айжан Бағлан, Ерлан Абдуалиев, ревью жаңалықтары. Отандық жобалар арқылы ән әлеміне қадам басқан әнші Әсел Қарсыбаева өзінің көптен күткен альбомын жарыққа шығарды. Бірақ өнерпаздың бұл тырнақалды туындысын ұстазы Нағима Есқалиева біраз сынның астына алған көрінеді. Оның басты себептерін келесі сюжетімізден біле аласыздар. Бұл кеш әнші Әсел Қарсыбаеваның алғашқы альбомының тұсаукесеріне арналады. Ән әлеміне қадам басқан сәттен бастап Әсел әртүрлі жанрларда ән шырқап келеді. Бірақ өнер иесіне бұл таңдауы танымалдылық беріп жатқан жоқ. Бұл жайында Әселдің өнердегі ұстазы Нағима Есқалиева баяндап берді. Егер ол негізі домбырамен айтса, домбырамен шықса, теледидарға, музыкал каналға, я думаю, что она пробилась бы гораздо выше, да? А так как эта девочка поет на всех, в любых жанрах, поэтому, мне кажется, ей надо определиться, да, что она хочет. Или попсу, или домбырамен айтуға. Нағима ханымның дәл осы сынын естіген Әсел ұстазының пікірімен келіспейтінін жеткізді. Оған мен келіспеймін. Өйткені адам баласы бір ғана стильде өлең айта берсе, оның өнердегі дауысы да аса жетілмейді. Мен бірақ стильде ғана маған кішкене жеткіліксіз болып қалады да, басқа да стильді көргім келеді. Сондықтан қазір ізденудемін. Әсел алғашқы альбомына Made in China Fake деген атау берген. Ал үнтаспадағы 12 әуеннің 9-ы ағылшын тілінде болса, 2-і орыс тіліндегі ән екен. Тек бір ғана екі жирен атты халық ән жинаққа қосқан. Әселдің бұл қадамын көрген Нағима Есқалиева одан бетер ашуланды. Әселя, ты неправильно сделала, мать. Надо петь по-казахски. Даже перепевки казахские надо обязательно делать, потому что сен қазақтың жерінде тодын. Акешірен қазақ дегенде. Міне осылайша ұстаз бен шәкірт арасындағы түсініспеушіліктер орын алып жатыр. Біткен іске сыншы көп демекші, осылай болуы да заңдылық шығар. В Казахстане любой артист... Қазақстандық өнерпаздар альбом шығарып, одан табыс таба алмайды. Оны өздері де жақсы түсінеді. Яғни біздің елде бұл жағынан қаржы табу қиын. Қазіргі таңда өзіңе керек музыканы ғаламтордан жүктеп алуға болады. Сондай-ақ Қазақстанда отандық жұлдыздардың басым көпшілігі үнтаспаларынан пайда табу мақсатында емес, өздеріне естелік ретінде сақтау үшін жарыққа шығарады екен. Яғни бұл салада Қазақстанның шетелден кенже қалып тұрғаны анық байқалады. Серік Қазаязбаев, Ерлан Абдуалиев, ревью жаңалықтары. Вот такая вечеринка. Дәл осы сөздерді айтып, ғаламторға кеңінен танылған Арай Крист Алматыға келді. Белгілі болғандай, ол Сергей Зверевтің шәкірттерінің қатарынан екен. Үш сөзбен ғаламтор жұлдыз атанудың амал тәсілі жайында авторлардың өз аузынан естейік. Я могу себе это позволить. Вот такая вечеринка. Міне осындай кеш деген бейнежазбаны ғаламторға жүктей салысымен жұлдыз атанып жабық кештерді жүргізуге шақыртуларды жиі алатын Арай Кристің жолы Алматыға түсті. Үш сөздің септігімен талмалдыққа ие болған ол әлеуметтік желілерде тағы да хит атанатыны жаңа сөздерді ойластыруға кірісіп кетіпті. Это секретная фраза. Әрине бұл сөздермен ғана шектеліп қалмасы анық. Көрермендердің де сұранысы бойынша қазір хит болатын жаңа сөздермен жұмыс істеп жатырмын. Әзірге құпия түрде қалсын. Сөз арасында ғаламтор жұлдызы шоумен болуды негізгі кәсібім ретінде қарастырмаймын деп отыр. Осыдан 12 жыл бұрын Сергей Зверевтен шеберлік сабақтарын алған Ишханян мырза сән индустриясында өз атын қалыптастыруға ниетте екен. 1 марта. Бірінші кезекте мен сәнгермін. Уақытымның басым бөлігі осыған арналады. Ал мен тігетін киімдердің басты ерекшелігі, олар тек бір ғана данамен шығарылады. Эксклюзив атты кезекті топтамам наурыз айының 1 жұлдызында жарық көреді. Қазір 84 эскиз дайын. Көрсетілімге дейін 100 үлгіні әзірлеп үлгеруіміз керек. Әлеуметтік желінің пайдаланушылардың басым көпшілігі Арай Кристің түр-келбетіне кереғар пікір айтуда. Сәнгердің өзі пластикалық хирургтерге баратынын жасырмайды. Өзім әлеуметтік желіде сирек отырамын, ал жаман пікір жазатын жандарға менің менеджерлерім жауап береді. Бұл құбылыс заңды, мен бәріне ұнауға міндетті емеспін. Қазақстанның қонақжайлығына тәнті болған ғаламтор жұлдызы тағы да шақырту алсам, ойланбастан келісемін деп ағынан жарылды. Олжас Тахан, Сабина Торғаева, Дәулет Атабаев, ревью жаңалықтары.
Бүгінге айтарымыз осы. Біздің электронды мекен-жайымыз review.kz. Ал ревью бағдарламасының кезекті көрсетілімін 20:30-да тамашалаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Нұрсұлтан Ешжан, көріскенше аман сау болыңыздар. Жүргізушіге киім ұсынған Остин дүкендер желісіне алғысымызды білдіреміз. Ән айту мен үшін үлкен қорқыныш. Әзір дайын емеспін. Қазақ эстрадасындағы хипстер деген атауға ие болған Ғалымжан ерекше үн таспасында әзірлеп жатқан көрінеді. Ән жинақ жұмысының жартысынан көбісі әзірленіп қойған. Тұсауын көктемде кесемін деп жоспарлап отыр. Әдемі Сейфулла, Никита Хасанов, ревю жаңалықтары. Уитни Хьюстонның жалғыз мұрагері қызы Бобби Кристина Браун өз үйінің жуынатын бөлмесінде ессіз күйінде табылды. Кристинаның ес-түссіз жатқан кейпін байқаған күйеуі Ник Гордон жедел жәрдем шақыртып үлгерген. 21 жасар қыздың ауыр халге түсуіне қандай себеп болғанын тілшіміз Айжан Бағланның бейне сюжетінен біле аласыздар. Бобби Кристина Браун небәрі 21 жаста. 2012 жылы анасынан айырылған қыздың қайғысы әлі қайтпаған дейді туыстары. Айта кететіні, анасы Уитни Хьюстонда соңғы рет жуынатын бөлмесінде ес-түссіз жатқан жерінде табылған болатын. Ұзын құлаққа сенсек, Бобби Кристина Браун анасының өлімінен кейін есірткіге әуесқойлық танытқан. Бірақ ақ халаттылар Кристинаның душар болған халіне ешқандай нашақорлық пен алкогольдің қатысы жоқ дейді. Қазір ол Розуэлл қаласының ауруханасында жасанды комада жатыр. Жақында ғана 34 жасын тойлаған Джастин Тимберлейк өзінің ең бағалы сыйлық күтіп жүргенін жария етті. Ол Instagram парақшасына мынандай сурет жүктеп, биыл өзінің ең қымбат сыйлыққа қол жеткізетінін қуанта айтқан. Айта кететіні, Джастин осы уақытқа дейін жеке өміріне қатысты ешбір мәліметті растамай келді. Блогерлерге сенсек, Джессика қыз күтіп жүр екен. Атышулы «Игра престолов» фильмінің 5-ші бөлімі жарық көрмек. 12 сәуірде тұсауы кесілетін көптен күткен кинокартинаның трейлері шықты. 2 минуттық үзіндіден киноның оқиға желісін ұғып жүргендер де бар. Мәселен, трейлерге қарап мезенецтің Сан Старкпен бірлесіп кек қайтарудың жолын ойластыратын байқауға болады. Ал Джорах Мормонт махаббатты Дейенерис Таргариен үшін гладиаторлар алаңында күш сынасады. Маргарет Ирил және король Томмен үйлену тойын жасайтын көрінеді. Жанкүйерлерді ең көп алаңдататыны Джон Сноудың тағдыры. Кітап желісі бойынша оның тағдыры жақсылықпен жарыса, сценаристер оны біраз айдауға салмақшы. Кітаптың түп нұсқасын өзгеріске ұшыратқан фильм түсірушілер көрерменге не қызықты боларын автордан жақсы білетін көрінеді. Айжан Бағлан, ревю жаңалықтары. Өткен жылғы Қазақстан ару байқауының жеңімпазы Регина Вандышеваның аталмыш сайыстан кейінгі өмірі біраз өзгерістерге толы болса керек. Оның анық-қанығын білу үшін біздің тілшілер Регинаның үйіне арнайы қонаққа барып, барлық мән-жайды біліп қайтқан болатын. Былтырғы жылы Қазақстан аруы байқауында 100-ден жүйрік шығып, талай қарсыластарын шаң қаптырған алматылық Регина Вандышеваның өмірі біраз жанкүйерлердің қызығушылығын арттырып отыр. Қазіргі таңда Регинаның аталмыш сайыстан кейінгі өмірімен хабардар ету үшін арудың үйіне қонаққа бардық. Регинаның сөзіне сенсек, оның өмірі Қазақстан аруы байқауынан кейін күрт өзгерген екен. Нақтырақ айтсақ, жанкүйерлердің саны күн санап өскен көрінеді. Бірақ Регина туа бітті қарапайымдылығынан танбаған. Ол қазіргі таңда кезекті әлем аруына дайындалып жатқанын жеткізді. Подготовка, с английского надо. Ең әуелі ағылшын тілін меңгеруден бастағанды жөн деп шештім. Мектеп қабырғасында ағылшын тілін оқығаныммен қазір практика жүзінде қайталаған жөн. Және сөздік қорды да дамыту керек. Сонымен қатар қазақ тілінде жақсылап меңгеруге тырысып жатырмын. Сондай Қазақстан аруы байқауында елең етпейтін ел жоқ болса керек. Оған дәлел Шырайлы Шымқаланың тұрғындарына арналған толық метражды фильмнің таспалануы. Туынды авторларының айтуынша, комедия жанрында түсірілген киноның астарында ұшқырлы ой жатыр екен. Толығырақ шымкенттіктер жайлы алғаш фильм түсірген режиссердің сұхбатынан біле аласыздар. Вот только они не могут в ней уместиться. Шымкентские. Шымкенттік деп аласыра қашатын халықты әзілмен әрлеген фильм режиссері тақырыптың тақыр жерден шықпағанын бірден айтты. Шымкенттің қолдарына оларды білмей жатып, басқа жақтың тұрғындары қыздарын беруге қорқады. Шынында енді өздері білмейді не үшін екенін. Жаңағыда өтірік жалған легендаларды ойлап тауып алған аңыздарды. Әзілге толы кинокартинаның оқиға желісі шынайы өмірмен сабақтасып жатыр. Бірақ шындықпен жанаспайтын бір тұсы бар. Ол қалың қазақ ұйысқан оңтүстік өңірі туралы алғашқы фильмнің орыс тілінде таспалануы. Ол Қазақстанның барлық тумалары көрсін деген ойда түсірдік. Өйткені Қазақстан 60-70% жақсы орыс тілін біледі, кейбіреулер жақсы қазақ тілін білген соң, осы фильмді біз
орыс тілде түсіре бастадық. Шымкенттіктер десе елең ете қалатын халық мұндай картинаны бірден әзілмен қабылдайтыны сөзсіз. Ал Шымкентский, Техас деген есімдерге құлақ үйренген жұлдыздар қатары бұған қандай пікір айтар екен? Комедиялық тұрда өте қызық кино сияқты. Әзілдерде жаңа бір келтірген мысалдарда қызық сияқты болып тұр енді. Толық көргеннен кейін көріп, сол кезде баға бере жататын шығармыз. Қазір ұнап тұр. Ұттымды әзілі мен ұшқыр ойларын оймақтаған жас талант иелерінің жұмысы көпшілік алдына көктемде шықпақ. Ал әзірге трейлеріне қарық болып жүрген халық оны ұялы телефондарына жарыса көшіруде. А ты случайно не шымкентский? Да, я шымкентский. Айжан Бағлан, Ерлан Абдуалиев, ревью жаңалықтары. Отандық жобалар арқылы ән әлеміне қадам басқан әнші Әсел Қарсыбаева өзінің көптен күткен альбомын жарыққа шығарды. Бірақ өнерпаздың бұл тырнақалды туындысын ұстазы Найғима Ескалиева біраз сынның астына алған көрінеді. Оның басты себептерін келесі сюжетімізден біле аласыздар. Бұл кеш әнші Әсел Қарсыбаеваның алғашқы альбомының тұсаукесерін арналады. Ән әлеміне қадам басқан сәттен бастап Әсел әртүрлі жанрларда ән шырқап келеді. Бірақ өнер иесіне бұл таңдауы танымалдылық беріп жатқан жоқ. Бұл жайында Әселдің өнердегі ұстазы Найғима Ескалиева баяндап берді. Егер ол негізі домбырамен айтса, домбырамен шықса, теледидарға, музыкал каналға, я думаю, что она пробилась бы гораздо выше, да? А так как эта девочка поет на всех в любых жанрах, поэтому, мне кажется, ей надо определиться, да, что она хочет. Или попсу, или домбырамен айтуға. Найғима ханымның дәл осы сынын естіген Әсел ұстазының пікірімен келіспейтінін жеткізді. Оған мен келіспеймін, өйткені адам айтуынша бұл продюсерлердің бас қосу әлі де жалғасын табатын көрінеді. Сол кештерден алуаны да көреміз деген үміт бар. Әріптестерімен бас қосып, түрлі мәселелерді талқылайтын боламыз. Бірі ұсынысын айтса, енді бірі шеше алмай жүрген мәселесімен бөліседі деген сынды. Соның бәрін бірлесе отырып талқылайтын боламыз. Алпауыт жобаларды жүзеге асырып үлгерген жандар мұндай үрдісті енді қай продюсердің туған күнінде жалғастырар екен? Мұны уақыт еншісінде қалдырайық. Ал біз бұл жабық кештің куәгері болған жалғыз арна екенімізді ескерсек, болашақтағы бас қосулардан эксклюзивті кадрлар күтіңіздер дегіміз келеді. Адема Сейфулла, Богдан Назаров, ревью жаңалықтары. Алматыдағы мейрамханалардың бірінде акустикалық концерт берген Ғалымжан Молданазар есінен танып қала жаздады. Себебі ол өзінің тың концерт үшін тым тар ғимарат таңдаған. Концертті тамашалаған жұртшылық қарасының мол болуы хипстерді ыңғайсыз жағдайда қалдырды. Ғалымжан Молданазар, Алим Заиров және диджей Мирха қосылып сынған акустикалық концерт небәрі 1 сағатқа созылды. Бірақ сол аз уақыт аралығында Ғалымжан ән айтуын бірнеше рет тоқтатып, далаға шығып қайтуға мәжбүр болды. Біз әлі осы жердеміз, біз таза уақыт келдік. Очередь, товарищ, очередь. 5 минутқа можно шығып келдік. На орынның кішкентайына байланысты адам туылып, шынымды айтсам ешқандай дауыс естілмейді. Концерт барысында түрлі техникалық кемшіліктер де орын алды. Мұны өнер иелері дайындықтың аздығымен түсіндіреді. Сол себепті де импровизацияға көбірек жол берілді. Техникалық ақауларға байланысты өнердегі досым Алим Заиров және Мирхат үшеуміз кішігірім эксперимент жасадық осындай. Тар ғимаратта қысылып қымтырылып тұрып сүйікті әншілерінің өнерін тамашалаған көрермен қауымға бұл олқылықтың бірі де әсер етпеген сында. Бұл концерт емес, жай достар жиналған сияқты болды. Сол жер ұнады. Осындай форматта болған жақсы сияқты. Көп адам, бірақ кішкентай неге. Ғалымжанның әнін тыңдағысы келетін жандар Ресейде де көп болып шықты. Мұны әншінің тағы бір жанкүйері актриса Ася Оспанова айтып берді. Вот сегодня я увидел клип, и я считаю, менің Мәскеуде клипмейкерлерді оқытатын студиясы бар, танысым тұрады. Бір күні маған келіп, білесің бе, мен бүгін бір бейне баянды көрдім. Дәл сол дүниені заманауи клиптің эталоны деп атауымызға болады. Шәкірттеріме клипті дәл осылай түсіру керек деп үлгі ретінде көрсеттім деді. Бұл Ғалымжан Молданазардың клипі болады. страницу показывает клип. Бейне баяндарын ғаламторға ғана
жүктеп телеарналарға ротацияға бермейтін Ғалымжан сол туындыларын түсіруге де қаражатын шығындамайды. Есесіне үлкен сахналардан да оны көрмейміз. Оның белгілі бір аудиториясы ғана қалыптасқан. Отандық танымал өнер иелеріне тән емес бұл жағдайды Ғалымжан былай түсіндірді. Сазгермін деп айта аламын, мен әншімін деп айта алмаймын. Әнші болу үшін әлі көп жұмыс жасау керек. Сол себептен көп дайындық керек, онда үлкен концерт жасау үшін. Үлкен залда отырған адамдардың алдында. Эрик Тастанбеков Брокпен екі қоян татты. Ғалымжан Молданазар шағын концерт барысында есінен танып қала жаздады. Уитни Хьюстонның қызы ауыр халде ауруханаға жеткізілді. Қазақстан аруы 2014 байқауының жеңімпазы Регина Вандышеваның шынайы келбеті қандай? Сәлем достар, аты жөнім Нұрсұлтан Есжан, жұлдызды жаңалықтармен таныс болыңыздар. Қазақ шоу-бизнесінің тарихында тұңғыш рет продюсерлер бас қосып, ортақ шығармашылық құруды ойластырды. Бұл іскерлік кештің нәтижесінде эстрадаға үлкен өзгеріс енуі мүмкін. Отандық азулы продюсерлердің атқарар ортақ ісі қандай болмақ? Тілшіміз Әдемі Сейфулла бұл жабық кештің жалғыз куәгері болды. Отандық шоу-бизнестің тысқаққан продюсерлерінің басын қосу Эрик Тастанбековтың идеясы. Ол ойын туған күнде жүзеге асыруды жөн санапты. Иә, кештің басты кейіпкері де Эрик мырза. Елудің екеуіне келген продюсер дәл осы әрекетімен екі қоянда бір оқпен атқысы келген сында. Артистов очень много. Продюсерлердің басын қосқан себебім іскерлік кездесу ұйымдастырғым келді. Әртістер көп, олардың арасында шақырылмай қалғандары болса, маған соңынан ренжуі мүмкін. Мен бұл қылығымды мынадай қалжыңмен де түсіндірер едім. Продюсерлерді жинау арзан әрі тиімді. Шутка, да, что продюсеров собрать дешевле и гораздо эффективнее. Эриктің ойын өзге әріптестері де бірден құптаған. Бұл туған күн мерекесіне қарағанда іскерлік кешкі асқа көбірек ұқсайтын жиынның нәтижесі шоу-бизнестің дамуына үлкен үлесін қосуы мүмкін дейді олар. Жай емес шығар бүгін жиналғанымыз. Осындай жиналыстарда жай өзіміз ғана жиналып қалған кезде бір мәселелер шешіліп, бір жаңалықтар алып келетіндей жағдайға жетеміз негізі. Алтынбек Рахметов мырза өнер көшіне қосуға бір әншіні баптап отырғанын жеткізсе, Баян Есентаева Үндістанға аттанғалы жатқанын айтты. Будем снимать 4 клипа. Біз 4 бірдей бейнебаян түсіретін боламыз. Сол мақсатта 10 күнге шетелге жол жүргелі отырмыз. Бұл клиптердің екеуі Кешьюдің жаңа құрамына тиесілі. Одан соң Ерке Есмахан үшін және біреуі Камшат Жолдыбаеваның бейнебаяны болады. И для Камшат Жолдыбаева видео. Баян ханым продюсерлердің талқысына салу мақсатында өзімен бірге Ерке Есмаханды да ертіп келген екен. Шығармашылығы біраз уақытқа тоқтап қалған ару ән айту стилін өзгертіп жатқанға ұқсайды. Бір жаңаша өзіме бір қызық ән жазып халыққа ұсынғалы отырмыз. Бейнебаянмен. Маңызды кездесуге Гүлвира Илахунова кешігіп жетті. Есентаева сынды жобаларының бірін емес, ұлын ертіп келуді жөн санаған Илахунова ханым соңынан бұл ісіне өкініп қалды. Это вот сын мне мой мешает, как обычно. Хочу поздравить Эрика. Руми, нельзя так делать, балам. Руми, видишь, снимай телевизор, все завтра по телевизору покажут. Все будут смеяться над тобой. Давай. Ну, надо мной тоже, что такого сына воспитал. Баласымен алысып отырып Гүлвира ақыры өз ойын жеткізді. Мен продюсерлердің жиналысы болады дегенге қуанып қалдым. Бұл жалғасын табатын жақсы үрдіс болады деген сенімдемін. Бұл кеште тағы бір танымал продюсер Алуа Қонарова төбе көрсетпеді. Соңынан белгілі болғаны Алуа Рингосын алып Дубайға ән сапарлатып кеткен екен. Эрик мырзаның жеңімпазы соңғы айларда біраз салмақ жинап алғанды жасырмады. Жаңа жылдан кейін және соңғы жеңісімнен кейін кішкене өзіме демалыс жарияладым. Қаңтар айы сондай бір уақытқа сәйкес келіп тұр. Бірақ сол олқылықтың бәрін орнына келтіретініме сенімдімін. Регинаның бұл сөзінен соңғы кездер ас үйден жиі табылатынын аңғаруға болады. Бір байқағанымыз ару үй шаруасына өте икемдеген. Соның ішінде ыдыс-аяқ жуғанды жаны қалайтын көрінеді. Құрбыларымның үйіне барғанда ыдыс-аяқ жуамын. Сол кезде олар мені суретке түсіріп, көріңіздер, Қазақстан аруы менің ыдыс-аяғымды жуып жатыр. Әлеуметтік желіге саламын деп қалжыңдайды. Ол алдағы уақытта еліміздің атын әлем аруында паш етуге бар күшімді саламын деп отыр. Серікқазы Аязбаев, Дәурен Мерғалиев, ревью жаңалықтары. Алматылықтар жаппай көліктерін велосипедке айырбастап жатыр. Шымкенттіктер жайлы фильм түсірілді. Әнші Әсел Қарсыбаеваның алғашқы альбомы ұстазының көңілінен шықпады. Бір сөйлемнің құдіреті. Сергей Зверевтің шәкірті Қазақстанда.
Салауатты өмір салтын қолдаушылар барлық алматылықтарға көліктен түсіп, велосипедке отыруға кеңес беруде. Ару қалада, тіпті еліміздің барлық аймақтарында аязды күндердің басталғанын ескерсек, Шайтанарбаға отыру қаншалықты қауіпсіз? Бұл бастаманың артықшылықтары мен кемшіліктері қандай? Мұның бәрін тілшіміз Әдем Сейфулла анықтап қайтты. Велосипедпен жұмысқа бару акциясы әлем мегаполистерінде зор қолдауға ие болды. ақш, Франция, Жапония, Ұлыбритания, Қытай сынды алпауыт мемлекеттерді мекен еткен халықтардың дені спорт пен пайдалы істі тоғыстыруды бірден қолға алып, бұл бастама жаппай жұртшылықтың назарын өзіне бірден аударды. Ал алматылық еріктілер ару қала тұрғындарын Шайтанарбаға отырғыза алмай жүргенін айтуда. Тек спортқа берілген жандар болмаса, Алматы көшелерінен велосипедпен жүрген жандарды кезіктіру мүмкін емес. Мұны мамандар аязды күндермен байланыстырады. Я бы все-таки не советовал кататься. Мұндай аязды күндері мен велосипедпен жүруге кеңес бермес едім. Денсаулығыңды құртып алуың ғажап емес. Егер екі аяқты құралмен дос болғыңыз келсе, оның майын тексеріп алу керек. Күн суықта ол қатып қалады. Других устойчивых видов транспорта. Жұртшылықтың жаппай велосипедке қызығушылық танытпай отыруына тағы бір себеп бар. Ол Алматы көшелерінің төртеуінде ғана Шайтанарбаға арналған жолдың болуы. Думан Қаппасов мырзаның ойынша велоспортты дамыту үшін мемлекеттен жол салуға көмек сұрау қажет. Работать с государством, просить у государства. Мемлекет адамдарға жағдай жасау үшін оған сұраныс болу керек. Ал сұраныс тек велоспортқа қызығушылар саны артқан кезде ғана орындалады. Алматыда Шайтанарбаны жалға беретін арнайы орында ашылған болатын. Бірақ біздің бақылауымызша мұнда келіп велосипедті жалға алған жандар көптен бері болмаған. Сейчас просто немножко маловато, потому что қыс ауасында велосипедке сұраныс мүлдем жоқ. Тек күн жылынып қар еріген соң Шайтанарбаға отырушылар саны артатын болады. Просто такого большого нет, как, например, наплыва весной. Жаппай көліктен түсіп велосипедке отыруға шақырған еріктілердің бастамасын алматылық тұрғындар қолдамайтын болып шықты. Қыста деген әрине қолайсыз, бұндай қыста деген теуге болмайды ғой енді. Жалпы негізі велосипедпен жүрген дұрыс сияқты, әрине қалалық жерлерде. Бір байқағанымыз, ару қала тұрғындары әзірге велосипедке отыруға дайын емес екен. Ол үшін көктем айлары келуі қажет. Әдем Сейфулла, Ерлан Абдуллиев, Ғани Қалуов, Ревю жаңалықтары. Шымкентте